Бәріне сәлем достар. Бүгін біз баламыздың туған күнінде баламызды қыдыртамыз деп шешкен болатынбыз. Соны отбасымызбен бірге обедке қарай қалаға шықтық. Демалыс күні болатын. Қайда барамыз деп жүргенде осы Family Park есімізге түсіп, сол жаққа қарай жол тарттық. Іші қоңыр салқын күшті болып тұр екен. Баламыз осындай карусельдерге отырғызып, айналдырып, бір күн мейрам қылып туған күнінде анда-санда суретке түсіріп, осылай неше түрлі карусельдерге отырғызып әбден қыдыртқан болатынбыз. Өзі риза болды, әйтеуір қуанып, мәз болды. Бала деген осы ғой. Бір отырған карусельге біздің бала екінші рет, үшінші рет отырамын деп күйдірді. Сосын мына жерде ұшатын иттерге бірінші рет ондай ұшатын нәрсеге отырғаннан кейін что-то қорықты ма, қызарып кетті. Мен мында айғайлап жатырмын, тоқтатыңдар, балам түсіріп аламын деп. Сосын түсіріп алдық та андай обычный карусельдерге отырғыза бердік, құрсыншы деп. Жақсы отырды, осындайлармен жақсы ойнайды екен. Кейін батутқа кіргізіп жібердік баламызды. Күйеуіміз екеуміз анда-санда осылай махаббат болып видеоға да түсіп алдық. Әйтеуір балапанымыз батутта кезде өзіміз фотосессия жасап түсіп алдық суретке. Одан кейін Алматы молға келіп, балам бургер жеймін дегенге бургер жегізіп, одан кейін осындай машина айдайым деп қоймады. Сосын папасы екеуі машина айдады. Сонымен бүгінгі күніміз күшті өтті. Өзі баламыз да риза болды. Сіздерге осындай менің блогым ұнады ма? Қалай бағалап кетіңіздер? Лайк, подписка, комментарий жазсаңыздар қуанып қаламын. Сосын Алматы бүгін жаңбырлы деп үйге қайтты.